Шадия Маматраимова. Қазір ертістің шабуылы өте қауіпті. Алматы қаласында күн аптап ыстық, сондықтан тайм ортасында шөлбасар берілетіні белгілі. Алғашқы турда Шахтер Қайрат Астана дәл осы 3 ұжым жеңіске жеткен болатын. Астананың шабуылы қазір алыстан соққы болатыны белгілі. Дегенмен Астана қақпасына қауіп төндіре алмады. Ал Астананың матч барысында қақпаға жасаған бір соққысы есімізде қалып отыр әзірге. Сол қанат арқылы шабуыл, ертіс жақындады, ортаға пас және гол! Ертіс командасының, міне қараңыздар, және ол автогол. Қандай қызық, Астана командасының футболшыларының жіберген алғашқы голы маусымдағы ертістің қарсылас қақпасына соққан бірінші добы. Есеп ашылды осылай ертіс футболшылары. Тағы да бір шабуыл, есеп 2-0 бола ма? Жоқ, қақпашы орнында. Ой. Ал мына жерден мұнарақ. Және алыстан соққы! Екінші сол қапталға қарай пас берсе болады. Соққы қашан жасалар екен қақпаға. Үздік футболшысы мен үшін. Осымен 3-ші рет командасын құтқарып отыр. Қараңыздар, жақын бұрышты қалай жапты, реакциясы да тамаша, өте жылдам қимылдады. Ал соққы жасаған Адия Маматраимова. Отыз 35-ші минут. Бірінші тайм аяқталуына 10 минут бар әлі. Тағы да бір гол көріп қалуымыз әбден мүмкін. Және гол! Есеп 1-1 Астана командасы ақыр дегеніне жетті. 2010 жылы 16 сәуірде дүниеге келген екен. Бағанадан бері негізі Астана ойыншылары қақпашының қолына тепкен, ал бұл жолы тура бұрышты, бильярдтағыдай бұрышты көз. Еуропалық футболдың куәсі болдық шынымен де. Тағы да бір әуелеген доп! Және есеп 1-2 Астана. Және бір қызығы, тағы да бір автогол. Тағы да бір автогол. Құрметті көрермен, бағана Астана капитан Алия Боранбай Косарева. Қараңыздар, басына тиді де доп қақпадан табыла кетті. Өте өкінішті, әрине ертіс үшін өте жақсы бастаған еді негізі матчта. Төптің Астананың осы бір шабуылынан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Сонымен 3-ші гол еніп кетуі мүмкін. 19-шы Полина Арланова, 20-шы Айсана Ахмедиян. Ертіс командасының бас бапкері Динара Каримова. Ортаға пас. Сонымен және есеп 3-1 Астана командасы. Қазір есепті еселеді. Қайталап көрейік. Орта қарай ойыс партыды. Қараңыздар, сол аяқпен көтеріп тұрып тепкен екен. Қақпашы Мәриям Ахметова дайын болмады. Жібек Марат, орталық жартылай қорғаушы. Ертістің шабуылы, соққы қақпадан анағұрлым қиыс. Шабуылда Астана.
Сонымен көрейік, бұл шабуылдың қалай өрбейтінін. Гол! Есеп 4-1. 17-ші нөмірлі Әлзия Жамбыл Ертістің қақпасына. Қараңыздар, қандай керемет гол. Аласа бойлы қақпашы өкінішке қарай жете алмады. Ананың шабуылы. Тағы да бір әуелеген доп. Қараңыздар, денесімен допты қақпаға енгізіп жіберуге тырысқан, талға жіберіп, екінші сатыға жайғасқан, және бір қызығы келесі турда дәл сол Қайратпен кездеседі. Бұл жерде офсайд, гол есепке алынбайды. Матчы 3-ші шілдеге жоспарланған. Астананың алаңында. Астананың шабуылы 5-ші гол кіріп кетуі мүмкін жоқ.